қайда су бар еді ғой. В общем, су болса ше бересің, шай болса да ше бересің. Талақ бір мезгілде 4 қатын алды. Ниет етіп, ары қарай уақытты кірмесе су ішсе болам, айтып тұрмын ғой, болады қазір. 2 күн себепсіз оразаны ұстамады. Енді қарызды қалай өтеді? Айттан кейін бір күннен өтейсін. Жаңағы мақыр бойынша қалың мал бердім, бірақ мешітте неке қиғанда алтын сұрап еді, соны әлі бермедім, сол қалай болады? Мешітте молданың алдында, молда прокурор емес, мақырды шешіп беретін, сен аласың, сен бересің деген дұрыс емес ол. Негізі молда түсіндіріп береді. Оның жұмысы тек қана түсіндіру. Егер қалың мал берілмесе, қалың малдың есебіне мақыр берілмесе, екі жағында мынандай сен талабың бар, мынандай ақысы бар деп түсіндіріп береді, болды. Сен қанша бересің, сен қанша аласың деп ортасына тұрып алып, саудаласып, ортасын шығарып, бухгалтериясын шығару молданың шаруасы емес, ол ұят болады. Қызға да ұят болады саудаласу. Ол екеуі спальныйға кіріп алып, егер түк берілмесе, спальныйға кіріп бересің. Енді сенің жағдайыңда қалың мал тағы беріп, оның үстіне мақыр тағы беру, ол надандық, ол дұрыс емес ол. Қалың мал это есть мақыр. Оны алуға жағдайым жоқ дегендер өтірік, алаяқ бәрі. Бір тиын беруші болмаңыздар. Дүниеге келмей шетінеген балаларға пітір садақа беріле ме, олар саналады ма? Жоқ, саналмайды. Бірақ Алла үшін садақа берсең артық болмайды. Ажырасқаннан кейін қайтадан сол адаммен некеге тұруға бола ма? Болады, бірақ қалай ажырасқанына да қаралады. Жолдасым жұмыста болып таравих намазға қатыса алмай жүр, не болады? Сол жұмысында оқи берсін. Нұрлан статусымде жай намазды көрдім. Қағбаға қарап тұр екен. Жарық бөлме, терезесі үлкен. Мағынасы қалай болады? Намаз оқымаймын дейді. Оқисың намазды бұйырса, сол намаз оқытатын түсін ал. Құтты болсын, мұндай түс көру екінің бір көрмейді жаным. Айтып жіберіңізші, өмірге келген сәбиім 14 күннен кейін шетінеп кетті. Енді Құран оқығанда әруақтардың тізіміне сол баламның атын атап айтқан дұрыс па? Ештеңе етпейді, атасаңыз да бола береді. 36-та толған мүшелге кіресің, больницаға жатамын, жүрекпен система уколдар алсам бола ма? Бұзылмайды. Бірақ қарап көріңіз, әлсіреп қалмаңыз. Көз дәрігерге барғанмын, көзге капля құйған еді, ораза бұзылады ма? Бұзылмайды. Жолдағы намаз, қонақтағы намаз, қаза намаз туралы жауап беріңізші, пожалуйста. Жолдағы намаз, үйден шыққан жерден 90 километрден жоғары қарай кететін болсаң, сол жерде намазды парыздарын төртеуді екеуге түсіресің, сүннеттерді по обстановке жағдайға қарай оқисың. Жағдай болса оқисың, жағдай болмаса оқымасаң да болады. Мүмкіншілік болмай жатса. Парыздар қысқарады, полный оқуға болмайды. Так, екінші қандай намаз еді сіздікі? Таңда ауыз бекіткен күні бойы ұйықтап қаламын, жұмысқа байланысты, ол бола ма? Болады. Аға қайтыс болған әке шеше үшін пітір садақа береді ма? Жоқ, әшейін садақа бересің оларға. Пітір емес, садақа бересің. Тереземнің алдына құс келіп ұзақ үйдің ішіне қарап отырады. 9-шы этажда тұрамын, әкемнің әруағы ма дейді. Жоқ, үйдегі кішкене бір модный құс қой ол. Ең іште мебельді көргісі келген, аруаққа ондай құс болып келеді, содан кейін барып жел болып келеді, одан қалса шыбын болып келеді деген өтірік бәрі. Реинкарнацияға исламда рұқсат, ондай сөз жоқ. Ол бидаат, жоқ нәрсе. Ерлі зайыпты моншаға бірге барса ораза бұзыла ма дейді. Смотря моншада не істейді екеуі, әңгімесі да. Жолда қалай дәрет алуға болады, қыс уақытысында айдала болса дейді. Сенде жылайтын айдалада қалмауға тырысыңдар. Тахаджуд намазда 2 рағат оқып барамын дейді. Дұрыс па? Дұрыс. 5-ні 2-нті ақшам намаздарын жұмысқа бола қаза оқып жүрмін, қабыл бола ма? Қабыл болады, бірақ сауабы болмайды. Сол үшін сіз Қазақстанда көптен бері тұрып жатырсыз. Медиа тұлға ретінде Қазақстанда қандай кемшіліктерді байқадыңыз? Біз қай бағытта дамуға тиіспіз? Даму үшін кемшілікті іздемеу керек.
Шыбын ұшып шыққан кезде боқты іздейді. Ара ұшып шыққан кезде гүл іздейді. Сондықтан бір гүл іздейік біз. Кемістікті іздей бермейік. Кім не ішінде не болса соған барып қонады, соны іздеп табады, соның өміріне жұқтырады. Сондықтан біз кемістікті іздесек дамымаймыз. Біз алға қарай дамудың жолын іздейік. Иә, қателікті қарайық, соны болдырмауға тырысайық. Адам қателескені ол пендешілігі, ол айып емес. Бірақ әңгіме соны 2-3 рет қателесуіне. Сондықтан біз медиа тұлға болайық, жай тұлға болайық, әрбір адам айыпты іздемей, қалай мен көмек берем деген сауалды қоюымыз керек. Біз қалай жақсылық жасай алам? Мен өз тұрған орнымда қалай жақсылық жасай алам? Кімге қандай жақсылық жасай алам? Мысалы, біреу шамасына қарай бір адамға көмек бере алады. Мысалы, Астана қаласында Дидар деген бауырымыз қосылып отыр екен, көріп отырмын. Али апа екеуі 9.000 адамға ораза себетін беріп отыр. 9.000 адамға. Ақшаның көптігінен емес, ниеттің тазалығынан. Ақша қалтасына сыймай жатқан жоқ. Просто Алла үшін берейік деп өздерінен жырып беріп отыр. Сол сияқты әркім жақсылықты өз орнында жасаса, біреудің қолынан келмейтін шығар, бірақ ол жаманшылық жасамасын. Біреуді біреуге қайрамасын. 10 адамға садақа бермесең де, бір адамға қиянат жасама. Сонда сол сіздің қосқан үлесіңіз болады. Осы бағытта дамуымыз керек біз. Вечер конфетті харам дейді. Мен айта алмаймын харам халал деп, өйткені соның мамандары бар, өздерінің халал дамудағы, солар айтсын оны. Политикаға қарайсыз, Израиль менен қатынасына дейді. Біз бәріміз соңғы уақыт политика болып кеттік. Үйде қатының тамақ таба алмай жүр, дамбала дұрыстап киілмеген, бала шағаңыз телефонда не көріп жатқанын білмейсің сен, бірақ Израильді білесің. Израильді білесің, Иранды білесің. Кішкентай бой жеткен қызың қандай ұятсыз кино көріп жүргенін білмейсің сен. Бірақ Ираннан сөйлейсің сен. Ираннан хабарың бар. Иранды не қыласың, сорлау үйіңдегі жағдайыңды қарасашы, балаң не көріп жатыр, қандай ұятсыз порнография көріп жатқанын білмейсің. Білмейсің, дұқың жоқ. Қатының не істеп жүргенін білмейсің. Зато сен Ираннан сөйлейсің. Қайтесің оны Иранды? Иранды қарайтын өзінің мамандары бар. Біздің мемлекеттің басшысы несін айтты? Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі өзінің уәждемесін айтты. Шетелде жатып алып, Нұрлан имамындай, мұпти сондай, ана сондай деп оттаған бір есалаңдар, тыңдамаңыздар. Не қазаққа жақсылық жоқ, бүйтеміз, біз бәріңді келеміз, қырамыз, Тоқаевты қамаймыз, Назарбаевты атамыз, бүйтеміз, сөйтеміз деп оттағандар басты қатырмасын. Бір қазаққа жақсылық өтпегендер, қамалса Құдай тағаланың басына салғандары. Сондықтан да біздің елімізде тыныштық болып, бір-бірімізді қолдап, осы отанымыздың тыныштығын бұзбауға тырысу керек. Анау талқандау керек, бүйту керек, бәрін басып алу керек, билікті басып алу керек дегендердің анау болып жатқан, шетелде болып жатқан жағдайдан тәлім алыңыздар, нағыз керек нәрсе сол. Шифа шафранды айтыңызшы, мен соны айта алмайды екен. Бір рет айтқам, жетеді, адам өзі көзі ашық болу керек. Енді шын емделсең емделіңіз жақсы, бірақ ең бірінші дәрігерге көріңіздер деп айтам. Мейлі хиджама болсын, басқа болсын, бәр нәрсенің өзінің орны бар, бірақ дәрігерге көріңіздер. Бірінші, пітір садақаны мешітке емес, мұқтаж адамға берсе бола ма? Болады. Намазды жолда, машинада оқуға болады ма? Жоқ, болмайды. Машина тоқтайды. Егер тоқтай алмайтында Ирандағыдай соғыс болып, далада қатып өліп қалатын болсаң, онда машинада түзге машинаның ішіне шыға берсең, туалетке, баклажкаға, онда намазды оқуға болады ішінде. Енді далаға, туалетке тоқтаған сияқты, неужели тәуелет құрлы намаздың қадірі жоқ? Қызымызға дүния деген есім қойса болам, айналайын. Сен өзі қазақ екенсің. Арабша ат қоюды қайдан шығардыңыздар өзі? Оны өзіңді түсінбейсің, маңайыңда түсінбейді, ай далада молданы жынды қылып, мына не перевод береді, мынандай ат қойсам бола ма деп басына ауырып жынды қыласыңдар. Өзің түсінетін ат қойсашы өзі. Ұлы бабаларымыздың, қазақтың басын біріктірген, қазақтың ұлы ханы Кенесары атаңның, Кенесары ханның әйелінің аты Күнімжан болған. Әбілқайыр ханның өмір қосқан жұбайының аты Зере болған. Әбілқайыр хан Бопай болған. Абай атамыз Зере болған, ал айтпесе. Қайда арабша аттар?
Содан кейін өзге діннен өтіп алып, атын өзгертіп, Ибн Әл дегендерді қойудың керегі жоқ. Сенің атың, мысалы айтайық, Иван болсаң, сол Иванмен жүре бер өзі. Сен туылған кезде атыңды, мысалы айтайық, Петро деп қойған болса, мұсылман адам Петро бола ала ма? Петро мұсылман бола ма? Бола алады. Мұсылман болу үшін атың Мұхаммад ибн Әл деген болу шарт емес. Түсінікті ма? Сондықтан атты өзгерткенді, арабша ат қойғандарды қойыңыздар, өз ұлтыңды қоя бер, болды. Егер қоям десең, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның атын қойсаң, дұрыс аттарды қойыңыздар. Қырғыздардың да аттары, жақсы аттары, оны Айчүрек, Қанекей, қандай жақсы аттары бар. Соны қойыңыздар, жақсы. Сумайя, бірнәсе деген аттар тауып аласыңдар. Өзің де білмейсің переводын. Сон молдан жынды қыласың, емне болады, переводы қандай, білбейткем деп қырғыздар шығады, мына жақтан қазақтар шығады. Не қыласың? Өз түсінікті нормаль аттар қоя бер. Адам атыменен мұсылман болмайды, затымен мұсылман болады. Ғұсылды ауыз бекітіп болғаннан кейін обедке қарай алуға бола ма? Егер жатып ұйықтап атсаң болады, жүрмесең ары бері. Ибрахим бола ма? Болады. Бірақ сол Ибрахимді Ибрахим алейхиссалам жолына тәрбиеле. Алла тағаланың жолында болған, бабасы болған пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам жолына тәрбиеле. Тамақты тұзды сумен шайға бола ма? Жұтып қойма. Ұлымның атын Осман қойдық дейді. Машалла, жақсы, бірақ енді сол Османға лайықты қылып тәрбиеле енді. Аты Осман болып, басқаша болып қалмасын, айналайын. Менің атым өзіме ұнамайды. Ол қатты ұялам. Ол жалғас па? Жаман емес. Ұлыңнан ұрпақ жалғас. Несі ұнамайды? Нормально ат. Кекірсе ораза бұзыла ма дейді? Жоқ. Қалай кекірсең олай кекір. Әйел адам тұрмысқа шықса талақ алмай күнәсі бар ма? Әлбетте, неке қиылмайды, зина болады барлығы. Кейбір әйелдер сөйтеді екен, бірінші күйеуден ажырап, талақ алмай, екінші күйеуге айтса, ренжіп қалады, қойшы, енді ештеңе етпейді. Әйтеуір бір өтіп кетеді, не қылар енді дейсің дейді, өмір сүре береді. Son неке қиған молданікі дұрыс емес. Енді дұрыс емес болғанда, ол да прокурор емес қой, бәрі документ сұрамайды, сондықтан, бірақ сұрау шарт. Сен бұрын тұрмыс құрдың ба? Иә, құрғам. Обайың қайда деп сұрау керек. Обайымнан ажырастым. Қалай ажырастың? Бәлендей ажырастым. ЗАГС, жаңағы соттың решениесі бар ма? Зат сотпен ажыраспен. Иә, қан көрсет. Сол арқылы барып неке қию керек. Бүгін ашулысы қой дейді, жоқ? Спрей от насморка жұтып қоймаңыз. Тараух намазды оқып жүрген жоқпын, оқы айналайын. Пойызда намаз оқуға бола ма? Болады, оқып жүрміз бәріміз. Қызымның түсіне аян беріп, немереміздің атына Иса қойдық дейді. Тамаша. Талақ алып, қайтадан қосылса күнә ма? Неке қию керек, обязательно қосылу керек. Сол күйеуіңе қайта қосылсаң да, талақ бергеннен кейін ажырасып кетіп, ол бәленбай жыл маяқта жүріп, сен бәленбай жыл басқа жақта жүріп, содан кейін қайта қосылсаң, сол бірінші байыңа, сонда қайта басынан неке қиылу керек. Құптан намазын жамағатпен біргенде оқығанда, бірінші рекатқа кешігіп, екі рекатқа тұрса, соңында бір рекатқа қайта тұрып оқығанда, зам сүресі оқылады ма? Содан соң дауыстап оқиды ма? Енді сен бірінші рекатқа кешіктің ғой, бірінші рекат зам сүремен оқылады. Енді сен оны артынан тұрып, үшеуді имаммен оқыдың, біреуін өзің толтырасың ғой. Мейлі екі рекатқа кешіктің. Сол толтырғанда міндетті түрде зам сүре қосасың. Және сыбырлап оқисың, дауыстап оқымайсың. 400 миллиграмм ретінде қан тапсырса бола ма? Болады. Оны дәрігерлер қарайды, ешкім әлсіремейді. Енді ол әлсіреп қанды беталбатты ала бермейді. Қан орталықтарының барлығында адамның гемоглобинін тексереді. Гемоглобин 110-120-дан жоғары болған кезде ғана қан ала бастайды сенен. Сол мөлшерде алады, содан кейін барып 120 енді өте көп, сол 100 жоғары қарай болғанда алады қысқасы. Қазір точно есімде шығып отыр, бірақ
100-дің үстіне болғанда ала бастайды. Одан сен әлсіремейсің. Олар есептейді. Рахмет жаным, Алла разы болсын. Ұстаз, қандай дұға тілерімді білмеймін. Не деп сұрарым білмеймін. Бірақ Алла біледі ғой, маған ненің керек екенін, керек емес екенін. Не істесем болады. Бірақ тілерім бір көп жақсылық жағынан дейді. Тура осыны Аллаға айт. Тура маған қалай жазын солай айт. Я Алла де, мен білмеймін де. Маған ненің қайырлы, ненің қайырсыз боларын білмеймін. Үй сұрасам білмеймін, қайырлы бола ма, қайырсыз бола ма. Әйел сұрасам қайырлы бола ма. Күйеу сұрасам қайырсыз болмай басымды ұрып жарып тастайып өлтіргеннен қорқамын. Имансыз болып мен намазымды бұзып жіберетінен қорқамын. Сенен алыстатып қоя ма деп қорқамын. Құдайым, маған не берсең де қайырын бер. Ата бабаң солай сұраған. Не берсең ақырын бер, ақыры қайырлы болсын деп, маған не жақсы екенін Құдайым сен білесің, сен бер маған сол. Мен бірақ білмеймін, я Алла. Кәдімгі прямо сөйлесе бер. Тұру үшін бүйтіп айналып келіп подход жасау керек жоқ. Прямо Құдаймен былай расына-рас сөйлескенде сөйлесе берді. Қол жайып, я Алла, мен білмеймін. Мен өзі бір сондай бір білмейтін адаммын өзі. Мен жаратқан, өмір берген, мені өмірден алатын да өзіңсің, баратыным да сенсің. Маған ненің жақсы екенін сен білесің деп қазақша айта бер. Қырғыз болсаң қырғызша айта, ағылшын болсаң ағылшынша сөйлей бер. Американец болсаң қазақша айта беріңіздер өз тілдеріңізді. Я Алла, мен білмеймін. Мына қызметті сұрап тұрмын. Бір қазір бастық емеспін, наиб имаммын. Сол бас имам болғым келіп тұр. Енді бір бастық болғым келіп тұр. Бастық болсам, білмеймін, бірақ маған қайырлы ма, қайырсыз ба? Сен білесің ақыры қандай екен. Сол қайырлы болса маған бер осыны, я Алла. Егер қайырсыз болса бермеші маған соны. Менің дүниеме, ақыретіме, дініме, өміріме, ұрпағыма зиян болса, маған берме осыны, я Алла. Қайырлы қып бер маған деп сөйтіп сұра. Сонда Алла қайырсын өзін береді жан. Сәжде қылғанда мұрын тию керек па? Тию керек, уәжіп болады. Мұрның лепешка болса тиюдің керек жоқ. Болады ғой жалпақ мұрындар. Совсем лепешка мұрындар, оған тигізіп жерді ысқылай берудің қажеті жоқ. Кілемнің бітін шығарып. Сіздер онда маңыз, енді бірінші тема, екінші тема деген нәрсе ең соңында мұрын тию керек, ереже бойынша. Бірінші тізе тиеді, одан кейін қол тиеді, содан кейін маңдай тиеді, ең соңғы мұрын тиеді. Енді мұрның ұзын, Буратияныңкындай кавказский мұрын болса, бірінші тізеден бұрын мұрның жерге тиеді, ештеңе етпейді. Шеті сынық ыдыстан тамақ су ішуге бола ма? Болады. Ол баяғыда болмаған. Түсіндіріп берейін не үшін. Біздікілер мен сынықтан ішпеймін деп жатады ғой, мен түсіндірейін не үшін болмайтын. Мына сынық болса, мына сынық болған жерде бұрынғы табақтар қалың болған, кружкалар, ыдыстар. Сол мына жеріне сүт, су ішкенде микроб, вирус тұрады. Сол вирус ауызға тимесін деп айтылған нәрсе. Бұл жерге шайтан қонады, бір пәле қонады деп фантазия қуа берген емес. Бұл гигиена тараптан айтылған. Сондықтан гигиена тараптан айтылған. Енді қазір сынық болса да ештеңе етпейді, микроб тұрмайды, тазалап жуылады. Сондықтан солай. Туған күніңіз қашан дейді. Келейін деп пен мен вечер жасамаймын ғой. 01 мен туған күнім. Балам тарауыққа барам дейді. Сабақтың уақытылы болмайды. Тарауық маңызды ма? Жоқ, балаң сабақ оқысын. Әйелім хаммат айтса бола ма намаз алдында? Хамат емес, қамат. Әйел қамат айтпайды. Әйел қамат айтса күнәлі болады, мәкрух болады, әдепсіздік болады. Әйелді еркек қысаң да дұрыс емес. Ерте ауыз бекітуге бола ма? Болады, бірақ сен қашан бекітсең де уақыты кірген кезде бекітіледі. Аталардың басына түнеу дегенге көзқарасыңыз қандай? Жаман емес, сыйынбау керек. Жолда жүріп далада қалып қалсаң түней бер, гостиницаға жете алмай. Адам құсса, зорлап құсса ғана бұзылады өз-өзіне, абылай құсса бұзылмайды. Алғашқы мүшелі 13 жас. Күйеуіме қайда кетті? Есімім Аллаби. Аян берген екен, кейде өзіме ауыр Алла деген сөз дұрыс па? Енді Алла жар, Алла берген дегенде бар ғой. Алла билік жасап, Алланың билігін жерде орнат деген мағынаға қойған шығар, енді жаман емес. Ұстаз, мен бейтаныс адамның жаназасына қатысып, не істеу қалай екендігін үйренгім келіп жүр.
Оны үйрететін әркім жоқ. Күнә емес пе дейді. Бейтаныс адамның жаназасына барып, жаназаға любой танитын, танымайтын, мен бұл кімнің жаназасы? Қайрат. Қай қайрат? Бәленше қайрат. Жо, танымаймын деп жаназаға кетіп қалмау керек. Жаназаға тұра бересің. Жаназаға тану шарт емес. Оның мен араласу, бірге шай ішу, кафеге бірге бару, кофейняда бірге отыру шарт емес омен. Мұсылман адам болды ма, жаназасы тұра беру керек. Мына қалалы жерде көп байқам, қалада тұратын городскойларға қатысты. Терезеден бүйтіп қарап тұрады, жаназа шығып жатса, молда біреуі түспейді. Қияметте қалай Алланың жүзіне қарайсыздар? Жаназа, ертең сенің де жаназа. Танымаймын ғой, мен неге барам жаназаға дейді. Қай бетімен өмір сүріп жатсың? Мұсылман танудың керегі жоқ. Иннамал муъминуна ихва. Мұсылмандар бір-біріне бауыр. Көріп тұрсың ба жаназаны? Беті қолын жуып тұру керексің, жүгіріп барып, табытын көтеру керексің. Мұсылман сонысымен мұсылман. Мұсылманда 5 ақысы болады. Соның біреуі өліп қалса жаназасына қатысу. Ассаламу алейкум деп сәлем берсе сәлемін алу. Танымаймын мен сені, мен араласқан жоқ мен. Де ондай жоқ, сәлем беру, сәлем алу, шүкірсе альхамдулилля деу, көмек сұраса жәрдем беру, өліп қалса жаназасына қатысу міндет ол. Сондықтан терезеден мен жаназа шығарған кезде бүйтіп балкондарға бүйтіп қарасам, балконнан шығып бүйтіп қарап тұрады дардай еркектер темекін шегіп. Қазақтағы да. Түрің не қылайын сен, мұсылмандығыңды былай қоя тұршы. Қазақ деген ел қалай істер сонда? Сонда не сен бауыр болушың, садақа беріп өліп жатса, қазақ мен сені танымайды екенмін. Мен суға батып жатырмын мысалы. Мен сені танымаймын. Мен танымайтындар құрметті мен жаңа судан шығармаймын деп МЧС отырсың да. Біз араласпағандармен шақырмаймыз біз араласқандарға барамыз, біз құдаларға барамыз, біз бастықтарға барамыз. Бола ма сол? Сондықтан барыңыздар, жаназаға тұрыңыздар, естідіңіздер, балаларыңызды шығарыңыздар. Бұрын ауылда біреу қайтыс болатын болса, бүкіл көше, бүкіл ауыл ағылатын соған. Барып қызметін жасап, қабірін қазып, столын қойып, елін күтіп алып, бізде қазір бәрі кекірейіп тұрады бір бастық сияқты. Дұрыс емес бұл. Бұл өсу емес, бұл құлдилау, бұл төмен кету, қазақтың бұзылуы осы нәрсе. Жаназасына бірлікті болғандар ғана дамиды, алға өседі. Сондықтан барыңыздар, балаларды шығар, не өтсін, бар тұр, дәретін алда тұр бар деп, үйде қалада жаназа оқып қалса, көршілерге барып жаназаға тұрсын. Қазіргі кезде хит болып кеткен жүрген видео Теңірденнің адамын жерлеу туралы айтып жатыр ғой, сіз сол туралы не дейсіз? Негізі осы ана туралы не дейсіз, мына туралы не дейсіз деген сол пікір ұнамайды екен маған, бірақ айтайын дегенім, жер молданың жеке меншігі емес. Жер Алланікі, одан қалса өкіметтікі. Өкімет зират қойды ма, болды, жерлене береді. Ананы жерлетпеймін, мынаны жерлемеймін, айдалаға жерлеймін деп ешкім шешпейді. Алла шешеді, кімге қандай жер бұйыратын. Анаған жерлемейміз біз деп. Жердің неме соншама иесі сенсің ба? Жердің иесі Алла. Табаракаллази биядихил мулку ва хуа аля кулли шайин қадир. Алла тағала бүкіл мүліктің иесі. Сондықтан да жерлейді, не бір пасық, не бір оңбаған, не бір жексұрындарды да жерлеп атсыңдар ғой. Оның қасында оның жүрегін білмейсің. Мұса пайғамбардың тұсында бір адам өліп қапты. Соны елдің бәріне Алла тағала бұйырыпты Мұса пайғамбар көм ананы деп. Соны Мұса келіп елдің көшесіне түсіріп сайтайды, бір жақсы адам өлді ме десе, бір оңбаған адам өлді деп. Соны қалай Алла жақсы деп тұр, бүкіл халық жаман деп тұр, біреу жаназасына қатыспай қойыпты. Мұса жалғыз өзі жуып, тазалап, жерлеп, соны Құдайдан сұрайтын көрінеді. Алла, сен бұны жақсы деп жатсың. Халық жаман деп жатыр, бір адам жақсы деп жатқан жоқ. Бұл қандай бұл? Не нәрсе бұл? Десе Алла айтқан екен, мен осы жерде, ең қызық осы жер. Дұрыс, ол жаман болған, ол тәңірші ма, кім болған білмеймін жаңағы. Оңбаған бір уақыт бола берсін жер бетінде. Сондай адам болған. Бірақ өлетін кезде төсекте жатып, я Алла, мені кешірші, мен бір оңбаған адам болған екем деп маған тәубе етті. Мен оның тәубесін қабыл қылдым, кешірдім, яғни. Халық оны білмейді деген екен. Сол сияқты ол уағыз айтқан адамның ақыры қандай болып, уағызды тыңдамағанның ақыры қандай болатын Құдай біледі. Оны Алла біледі ақырын. Ақсақтың ақырын күтпейді, Алла шешеді оны. Мәлики яумиддин деп оқып жатқан адам, значит, аятына өзі сенбейтін адам ғой. Қиямет күнінің иесі Алла деген. Фатиха сүресін күнде 40 рет оқимыз. Фатиха сүресін күнде 40 рет оқисың 5 уақыт намазда. Қайда? Мәлики яумиддин не болды сонда? Қиямет күнінің иесі Алла өзі шешеді. Сондықтан Алланың шешкеніне қойыңыздар. Адам өзі шешпейді. Заңмен де қайшы ол. Діни алауыздық туғызу. Анаған тіл тигізіп, мынаған тіл тигізіп қойыңыздар деп қанша рет айттым осыны.
Мен мұсылманша амандасамын, жолдасым ұрсат, ондай жоқ деп. Сіз күйеуіңізбен басқа нәрсе істесеңізші, амандаспай-ақ. Күйеуің чайын жақсылап қара, тамағын жақсылап қара, штанын жуып бер, нәскиін жуып бер. Ертең нәски таумайды байқұс, сен ұрысқанша қайтайын оны. Сол нәскиін дұрыстап тауып бер ертең. Көйлегінің жағасын таза ұста, солай. Өзі мұсылмандық сәлемдесумен орнамайды ғой үйде. Қызметімен орнайды, қызметін жасай бер болды. Ерегістірме оны. Ораза ұстап жүріп түс жылдырса, бұл жылдыра бер бәрін. Бүкіл бәрін сыпап тастасаң да бұзылмайды. Сіз қапқасаң да, сақау бұсаң да бұзылмайды. Бәрін дұрыс айтасыз дейді. Астағфирулла емес. Алла қателестірмесін. Бізде де қателік бар, пендеміз. Бүгін ашулы кестейді жоға. Енді кішкене қатты айту керек қой. Сіздер жақсы көріп жай айтам. Соң кішкене бейт біреу ұрысып тұрса, мысалы балаңыз күнде сіздің аяғыңызға жабыса береді. Жақсы көресің. Сөйтесінде телефон әпересің. Телефон әперген күні саған келмейді. Ақ дейсіне телефон алып қоясың. Сен ұрысқандан алып қоясың ба, жікіргеннен алып қоясың ба бала? Жоқ, жікірмейсің бала. Просто қайта түзелсін дейсің. Сол сияқты қаттырақ айтсам, сіздердің нәпсілеріңіз көтеру керек. Уже 2-3 жыл болды бірге жүргендеріміз алдыңғыларыңызға. Кейін ғана бұрынғы мен бірінші келетқандар маған ақыл үйретіп бастайды қазір. Тыңдап отырсам танимын біразыңызды. Уже анаған жауап бере бересіңдер өздерің. Сондықтан кішкене қаттырақ айту керек. Дәрет шарт па ораза дейді. Дәрет негізі шарт емес. Дәрет шарт емес. Ауыз бекіткенде де шарт емес, ауыз ашқанда да шарт емес. Қахрикүл дегенде оқуға бола ма? Оқи бер. Жақсы оқыватсың ғой, жаман нәрсе емес. Балаларға жаназаға неше жастан барып баруға болады? Ақыл тоқтатсын. Ақыл тоқтату керек бала. Кішкене ақыл тоқтатсын, сол кезде айтасың. Әйел адам мешітке тараух намазына оқыған қаншалықты дұрыс болады? Әйел адам бар, ешқандай мәселе жоқ. Бірақ әдемі көйлектеріңді киіп, гүл бәрін киіп, мына жақтан өткен кезде молда жағына леп барып, молда ассаламу алейкум рахматулла деп жамағаттың мойны қисайып қап саған қарап, барлығы қарап, естері жынды болып, не айт не қойған білмей, әтірдің бәрін сеуіп алып, үстіңе парфюмді жындығы жібересің жамағатты сен. Сен аны көрінбей барып оқы да, қасыңда біреумен, күйеуіңмен, бауырыңмен, әкеңмен, сен көрінбей жағынан шығып кет. Сол жақсы болады. Айтпесе барып, бәрін жүрегін ауыртып, сөйт. Пітірсадағы плюс 1 берілеме дейді. Жақсы ниет қой. Құдайым плюс 1 қыл бізді. Біз 4 едік, Құдайым бізді 5 қыл, қызым күйеуге шықсын. Балам үйленсін тезірек. Плюс жақсы ғой, жақсы ниет қой. Тек тахаджуд намазын бастау болады. Бастай берші, неден бастасаң да. Дәретті не бұзады? Дәретті кішкентай туалет бұзады, кішкентай дәретті дүзге барсаң, үлкен дәретке барсаң бұзылады, жел шықса бұзылады, жатып ұйықтасаң бұзылады, құссаң бұзылады, дененің любой жеріне қан шықса бұзылады. Қан, ірің, сары су. Қақырып түкіргеннен дәрет бұзылмайды, бірақ әдепсіздік болады. Тағы не? Мас болып құлап қалсаң, одан бұзылады. Талып құлап қалсаң, одан бұзылады. Ұйықтап жатсаң, біреу шақыра береді, атымда тап, ол не нәрсе еді. Қойшы де оған. Ағылды білла де, қойшы де, шаршаватын, бармайм саған де, басымды қатырма де, қолым бос емес де. Демалуың керек, астағфирулла десең қояды жаным, дұға оқы. Қайтыс болған баланы пітерге қос, жоқ, садақаға қосасын, пітерге қосылмайды ол. Ораза қабыл болсын, баламыздың есімін Әл Кәрим деп қойдық дейді. Балаға ауыр болады дейді. Сол әл деген ауыр болады, артикльмен қойған дұрыс емес, Карим деп қойғанда сәл жақсы емес, Әбдікәрім деп қой, қатты қойғын кеп баратса. Темекі дәретті бұзама, темекі дәретті бұзбайды тікелей. Бірақ аузыңды чаю керек болады бәрібір. Уже оразаның соңы болды, сілекейін әлі жұтпай жүрген біреу бар екен, последний біреу қапты. Маржан ханым, сіздікі жұта бер, өзің сілекейін ғой. Самый главный, жерге түкіріп сап, қайтып жалап жоқ қойсаң, ғана бұзылмайды. Бұзылады, бірақ өз сілекейін ғой жұта бер. Жұмыста орындыққа отырып ап, намаз оқуға бола ма дейді. Жұмыста отырып ап, туалетке барса бола ма? Сол отырған креслоңа түбін тесіп қойып тұрып, астына горшокты жабыстырып, соның үстіне отырып алып, бет жан жақ қарап, спокойно түзге бара берсең болса, онда намаз оқысаң болады. Осы креслодан тұрсаң, атып өлтіреміз. Тұрма. Тұрдың болды өлесің десе, онда оқы тұрып оқысаң болады. Енді
Қалай айтайын енді басқаша. Ит ұлыса намаз оқығанда не істесем болады дейді. Босатып қоясың итті. Иттің өзі айтып жатыр, дұрыстап оқы деп. Система алсам ораза ашылып кетпеймін. Системаны қарап көру керек, егер витамин болмаса, укол ала бересің. Менің балаларымның есімі Аслан, Имран, папасы қойған дейді. Жақсы? Жақсы. Ол ат емес, тағы да айтамын. Құдайдың алдына затымызбен барамыз. Зат маңызды. Балаңыздың аты Ибн Әл, Имран, Омар бен Хаттаб деп тұрып, одан зорлардың атын қойсаң да, баланың ісі, амалы сөйлейді, аты сөйлемейді. Аттарымыз күшті бүгінде бәріміздің, бірақ затымыз келмей жатыр. Көзге блефаропластика жасатуға болады. Неге тиктокта отырмайсыз? Уақыт болмай жатыр. Біреуін екі кеменің басын соқсаң суға кетіп бара жатырсың. Таң намазының уақыты кіргенде бірден оқу керек па? Бірден оқу керек жоқ, кішкене күтіп оқысаң да бола береді. Жөтелге ингаляция жасаса ораза бұзылмай ма? Егер жұтып қоймаса, каплясын, тамшысын, онда бұзылмайды. Ажырасқаныма 1 жыл болды, бірақ талақ айтылмады, айтылу міндетті ма дейді. Айтылу керек. Тарауих намазын үйде оқығанда таспих айту керек па? Тарауих демалыс, шатырлатып пұтырлатып оқымыз, демалып, жайлап, таспих айтып оқыған жақсы болады. Жолдасым қайын апасына ренжулі, не істеу керек аға? Сен күйеуіңмен жақсы бола бер, қайын апамен жақсы болу он шарт емес, кейін келе жатар. Ондағы баланың есімін өзгертсе бола ма? Жалпы баланың атын өзгертуге себеп болу керек. Талақ берілсе қалай берілді сода? Баламды ескесем, оразаға әсер етпейме? Жоқ. Баланы ескегеннен, сүйгеннен проблема жоқ. Крематорийді айттық оны, крематорийді ешкімді өртемейді, қорықпаңыздар. Кейбір кезде кейбір нәрселерді өртеу керек, крематорий керек, утилизацияға, медицинский утилизацияға керек болады. Мысалы, адамның операция жасаған кезде кейбір мүшелері, одан кейін жұқпалы аурулардан гематомалар, одан кейін барып андай бір жұқпалы адамның денесіне шыққан ісіктер болады. Соларды өртелу керек. Сол сияқты нәрселерге пайдалана береді. Ағасы намаз оқымай, мешітке барып, Құран жаттаса қалай болады? Күшті болады. Келе бер. Баю үшін ең дұрыс амал қайсы? Баю үшін ең жақсы амал ысырап қылма. Бірінші содан басы, ысырап қылма. Қадірін біл бар нәрсен. Төкпе, шашпа. Ең бай сен боласың. Қазіргі байлардың сразу банкрот болуы неден? Өйткені берген жақсылығының қадірін білмейді. Балық судың қадірін білмейді. Сол сияқты қолында бар нәрсен қадірін білсең, байдың байы сен боласың. Қанағаттық қарын тойғызады деген сол болады. Пітір садақа туған сестрама берсем бола ма? Жағдайын сәл нашар дейсің ба? Болады, бірақ 735 теңге оның жағдайын көтеріп жібере ма? Қалай ойлайсың? 735 теңге пітір садақа. Даже 1000 теңге емес. Сонда сол 700 теңгеге жағдайы көтерілсе, онда сенің жағдайың қиын екен онда. Ер адам ғұсыл қалай алады? Нақты айтып жіберіңізші. Шомылады, ғұсылдың 3 парызы бар. Аузын шаю, мұрнын шаю, бүкіл денесін жуу. Душ бола ма, тазик бола ма, ванна бола ма, көл бола ма, өзен бола ма, бүкіл денесіне су тисе, болды ораза, ғұсыл орындалған болады, аузын мұрын шайса. Мағриб намазынан кейін таспих тартылмайды деп айтылады. Қаншалық дұрыс емес ол? Тартылмайды деген сөз жоқ. Просто мағриб деп оны әлдеқандай арабша айтпай қой, қазақша айта береміз. Ақшам намаз дейді біздің халықта. Қазақта ақшам, шам дейді. Сол кешкі ақшам, түнгі кешкі намазда одан кейін таспih тартылмай жүрген себебі мал келетін уақыт, күйеу жұмыстан келетін уақыт, бала сабақтан келетін уақыт, тамақ болып ақырап, ұқырап бәрі үйге кіріп атады. Үстінің қарын қағып, суықта жаурадым деп. Сол кезде сен шамда отырып, таспih тартып отырма. Қолың бос болса, тарта бер, жақсы болады. Қан тапсыру оразан бұза ма? Бұзбайды. Абыз деген адамның аты қалай түсінуге болады дейді. Абыз деген қазаққа абыз болып берген. Мысалы, Байсерке деген абыз болған Алматы облысында.
зираты жатыр. Атамыз қандай абыз болған білесің бе? Абыз деген араб тілінен кіргенде хафиз деген сөз бар. Біздің қазаққа хафиз деген сөз Құран жаттаған, ілім жаттаған, хадис жаттаған, белгілі бір даналыққа жеткен адамдарды хафиз дейді. Сақтаушы деген сөз. Даналық иесі болады. Сондай даналық иесіне хафиз деген, одан кейін абыздар болады. Абыз болып кәдімгі барлығын бүйтіп айтып тұрады, бәрін Құран аятыменен барлығын өмірдің заңын байластырып тұрып даналықпен бүйтіп жеткен. Қазіргі ат абыздардың аты ғана қалған абыз болып. Блефаропластика болатын болса, ерінге ботокс салдыруға бола ма? Жоқ, болмайды. Екі бөлек нәрсе. Блефаропластика қажеттік болады, еріккеннен жасамайды ешкім. Қажеттік болады. Сіз айтқан ерінді үлкейтуге қажеттігі жоқ, ол харам. Біздің намазхан қыздар істеп алғансыңдар. Қияметте иншалла жауап бересіздер. Сондықтан енді ол орамал таққан қыз егер не істетті ма, блефаропластика, орамал шешетін күніңде жақын сенің, Құда қаласа. Асықпа. Сондықтан сұлулыққа шығып, инстаграмға шығып, қайта билеп құтырып сөйтіп жатсың ба, иншалла сол нәрседен тұрақтап қал. Енді сенің бай болғаның қазаққа зияны жоқ, бай болғаның жақсы, бірақ ақыры дұрыс емес. Сондықтан ақырын оңдасын Құдайым деп дұға қыламыз, басқа айтарымыз жоқ. Бірақ айтпақ болғанымыз олай жасамаңыздар. Ерінді үлкейту жақсы дүние емес. Көзге қажеттік бар. Мына төмен түсіп кетеді жаным. Соны бүйтіп тартып, ол көру, ол өмірге қажет. Мұрын қисайып қалады. Ішіндегі перегородкасы қисайып қалады. Биткенге келмейді. Соны кесіп жасап, мұрынды түзетеді. Немесе урод дейді ғой, орысша айтайын түсінікті болу үшін. Урод болсаң сен, түрің урод. Соны келтіруге, жобалауға болады. Ауыз бекітіп жылып, тіс жұлдырса, жұлдыр. Ішкі дәрет туралы айтып жібересіз бе? Таныс бала айтады, үлкен немесе кіші дәретке бармасаң, әурет жерін жумай дәрет ала беруге болады дейді. Сол дұрыс па? Дұрыс. Барғанда жаңа денеңе шашыраса ғана жуу керек, бірақ мысалы жел шыққанда жуу шарт емес деп біледі. Кейбір ғалымдар вообще бидағат деп айтады. Енді біздің қазіргі замандарға алу керек деп айтар едім мен. Өйткені қазіргі адамдарда не көп? Инфекция көп, ауру көп, таза емес жүреді. Өз киімнен біледі ғой, әркім өз киімін. Іш киімнен өз қарап көрсін, ол сөздің ұяты жоқ. Сен өз таза ма? Кигенде, конечно, бір апта кисең өз түгін қалмайды. Енді күніне ауыстыратын нәрсең болатын болса, қарап көру керек. Нәжасың таза ма? Онда таза киім жүрсең, онда альхамдулилля дұрыс сонда. Бірақ негізі әсіресе ер адамдарда, әйел адамдарда бұл тазалық маңызды. Интимный гигиена таза болу керек. Намаз оқитын адам кірпік жабыстырса бола ма? Намаз оқымайтындар да жабыстырмасын деп айтамыз. Ораза ұстап жүрген моншаға түсуге бола ма? Болады. Антибиотик күндіз алса бола ма? Антибиотиктен бұзылмайды. Подружкамның күйеуі WhatsApp-пен талақ беріп саналады ма? Саналатыны бар, саналмайтыны бар. Ораза кезінде ресторанда отыруға, билейтін жерге баруға бола ма? Ораза тіс салдырғанда обезболивающий салуға бола ма? Болады. Менде сахар, ауыз шаюға бола ма суды жұтпай? Не үшін шаясыз? Ауыз кеуіп кетіп жатыр ма? Жұтып қоймаңыз. Жұтса боламайды. Денедегі жараны лазермен күйдірсе, ораза бұзыла ма? Жоқ, бұзылмайды. Денеге шыққан папиллома, сол сияқты нәрселерді лазермен кесіп алып тастаса, мейлі обезболивающий салсын, мейлі салмасын, ораза бұзылмайды. Сол сияқты мына бетке салатын уколдар, гиалуринка салады, кислота салады, әртүрлі нәрсе бар. Лифтинг жасайтын нәрселердің ешқайсысы оразаны бұзбайды. Дәрет алғанда мұрынға суды ашытып жуу керек дегенді естідім. Сол дұрыс па? Қаншалықты мұрынға суды жіберу керек дейді. Мұрынға су жіберіп, оны аузыңнан айландырып шығарып жіберудің керек жоқ. Ораза кезінде пайғамбарымыз хадисінде келеді, қатты тартпа керек. Жұтып қою қаупі бар, сондықтан ырымын жасап қойсаң болады. Бүйтіп мұрныңа бүйтіп қоясың бола береді. Кішкене тартсаң да болады. Қатты тарту керек жоқ, ішіне тартып шығарып, аузынан айландырудың керек жоқ.
давление түсіп кетіп жатыр, бірақ шыдап жүрмін. Дәрігермен кеңесіңіз, денсаулығыңызға зиян болмасын. Ораза кезде анализ тапсыруға бола ма дейді, қан тапсыруға болады. Азан айтып жатқанда, мешіттегі азанды айтып болмай тұрып су ішіп жатыр адам, дұрыс па? Дұрыс. Алла дегенде, ана не жүр ғой, прикол, аузына салып қойды. Алла дегенде сразу итер жібереді да, су ішеді, чай ішеді, темекі, насыбай кетті. Енді насыбай дұрыс емес, бірақ болады. Азанмен бірге. Гинекологқа барса, анализ тапсырса бұзылмайды. Бірақ мына свечалар, ректальный, одан кейін бар вагинальный свечалардың барлығы оразаны бұзады. Енді кейбіреулер бергі жағына салса бұзбайды дейді, дегенмен ішіне кірген үшін бұзылады. Ауызды байқамай 2 минут ерте ашып қойдық. Ораза бұзылама, айттан кейін 1 күн ұстаңыз. Тілдің астына салынатын дәрі бұзама. Енді бұл туралы талас 2 түрлі пікір бар. Бұзылмайды деп айтқандар бар. Өйткені бұл асқазан қосылмайды, тілдің слизисті арқылы өтіп кетеді. Сондықтан бұл бұзбайды деп айтқандар да бар. Мысалы, каптоприл, осы сияқты дәрілер, ораза тілдің астына азитромицин ғой, жаңылмасам, мына тілдің жүрекке қойылатын әсер беретін дәрілер бұзбайды деп айтқан соңғы Дарулифтада 1-2 патуалар бар, болады деп айтқан. Бірақ біз айтамыз, сақтық үшін қолданбасаңыз болады дейміз. Кейінірек нақты ғалымдардың бір уәждемесі шықсын, сол кезде айта жатар. Тіс жуу керек па, жуу керек? Неге жуу керек па деген не сөз? Жуу керек жан. Көзге тамшысамызса бола ма? Болады. Гастритпен ораза ұстауға бола ма? Ұстап жүргендер өте көп. Ұстаз, система железа оразаны бұза ма? Железа қуат беретін болса бұзады. Пітір садақаны досыма бердім, ниет қылып, бірақ бала шаға тәттілер әпер деп айттым, қаншақ дұрыс? Дұрыстың жағдайын жоқ болса болады. 700 теңгеге не кәмпит керек қазір өзі? Жатар кезде болады. Мысалы айтайық, үтір намаздан кейін 3 рет Субхана Раббиял Қуддус деп айтуға болады. Болады деп жаңағы тәжірибеден кірген дұғаларсыз айтқан нәрсе. Субханаллахи ва бихамди субханаллахил азим 100 рет айтса, немесе ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лахул мулк ва лахул хамд ва хуа ала кулли шайин қадир деген дұғалар неде келеді? Сүннетте келеді, айта беріңіз. Жақсы зікірлер ғой. Балаларымның аты азан шақырып қойылмады. Түскен жеріме шариғат сенбейтін дәлел әлі де азан шақырып қойған бола ма? Арзан шақырып жоқ, керек жоқ. Күйеуімнің нәс киімін, іш киімін, күйеуім дейді, нәс киімін, іш киімін өзі жуады, мен күнәһар болам ба дейді. Енді байқұсты көндіріп, бичара жудырып көндіріп қойсаң, бичараға өзім сонда үйреніп қалған шығар. Сенбейтін шығар, саған ішіне стекловата салып жібереді, періс жағып жібереді деп. Енді жуа берсін өзіне ұнаса. Бірақ ұят болады. Оны бүкіл елдің көзінше айтып позорын шығарма. Еркектің абыройын түсірме. Еркектің абыройын түсірген әйелдің ұрпағының абыройы түсіп қалады. Әкесінің абыройы түсіп қалады жаным. Ешқашан күйеудің абыройын түсірмеңіздер. Жасырыңыздар. Кейбір әйелдер отырып алып күйеуінің бүкіл жағдайын интимдік төсегіне дейін айтатындар бар. Ең арсыздық болсын. Әйелдің жеткен арсыздығы күйеуінің көзіне шөп салумен тепе-тең түсетін нәрсе, бәлкі де одан ауыр болатын нәрсенің біреуі оның айыбын ашу. Оның жаңағы іш киім жуатын айту, пол жуатын айту, одан кейін бар төсек мәселесін айту, оның әдет привычкасын айту, істеген нәрселерін айту, жаңағы төсек мәмілелерін айту, подружкаға по секрету айту. Бұл ең жексұрындық, аузыңның ластанып бітіп, ар намысыңның төгіліп, түгіңнің қалмағанның белгісі. Бұл ең арсыздықтың патологы. Айтпаңыздар. Ешқашан айтпаңыздар. Бұрынғы жүрген жігітіңдікін айтпа. Ешкімнің төсегі қызық емес. Анау қазір етектің төңірегін айтсаң қызық болып кетті, бәрі тыңдап, соны жазып, соны көбейтіп, өлә, солай істеген бұл, да ты че деп. Сол сияқты ол ең ақымақтық. Азан шақырылғанда қол жайып дұға қылу керек па? Негізі азаннан кейін қаматтың ортасында дұға қабыл болады деген мәселе бар.
баняға түсуге болмайды емес пе? Болады. Қажеттік болса. 10 минут ерте бекіту жайлы айтасыз. Ондай нәрсе жоқ. Енді сақтық үшін жасап жатырмыз. Бірақ бекіт деген алдын ала жоқ ондай. Сақтық үшін әркім ойынан қоса берсін деген онда дін болмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кешіктіріңдер деп тұрма, тура уақытысын апарып болды, ештеңе етпейді. Бірақ одан асып кетпе. Тарауих намазы бару міндетті ма дейді. Еркекке міндетті. Жамағатпен оқу керек. Кеше ғана тарауих туралы айтып жатырмыз. Нарды ойнау харам ба? Нарды негізі шахмат екеуі интеллектуальный ойын. Интеллектуальный ойын математиканың анасы деп айтылады. Сондықтан бірақ таңның атысы кештің батысы ойнауға болмайды. Бірақ жалпы ойды көтеру керек. Зәр іш киімге тисе намаз оқуға бола ма? Болмайды. Сол үшін өте сақ болу керек. Қияметте тозаққа, азапқа түсетін екі себеп болады дейді. Қараңыздаршы, адам өлтіріп, жаңағы тонағандар емес. Тозаққа ең көп түсетін нәрсенің біреуі екі нәрседен болады. Біреуі сол жаңа дәретті дұрыс алмағаннан, екіншісі мына тілге ие болмағаннан. Осы екі себеп болады. Сен дәретті жаңа туалетке барасың, туалетке барғаннан кейін сразу, бізде солай ғой, ванна, туалет совмещенный дейді ғой, бір бөлмеде. Сол унитазға отырасың да, тұрасында дәрет ала бересің. Сенде несеп жолдарыңда тамшы қалып қалу ықтимал. Содан кейін сен дәрет ала бастағанда ол шығады. Аурудан шығады, кейбір өткі инфекциядан болады, әртүрлі. Әйтеуір не керек, күткен жоқсың, сразу шықты. Шыққаннан кейін біріншіден дәретің жоқ, екіншіден киіміңе нәжіс тамды. Содан кейін сол жиналған кезде теңгенің көлемінде болса, сол киім намазға жарамайды. А сен намаз оқып жатсың. Сондықтан жаңағы тазаланудың бүкіл жолдарын қараңыздар, ол сөздің ұяты жоқ. Ана туалетный бумага, басқа бар деген сияқты, влажный салфетка бар деген сияқты. Оразда ұстап жүргенде тырнақ жасатуға бола ма? Тырнақ пен оразаның бір-біріне қатысы жоқ. Күйеуім жұма намазға барғанда алмай дейді. Күйеуімді жұма намазға барғыза алмай жүрмін. Неге үйтеді? Үйде жақсылық қарай бер, өзі барады. Ночта жұмыс жасаймын, ораза ұстап жүрмін. Дұрыс па? Дұрыс. Алла өміріңізге береке берсін. Дұға қылыңыз күйеуіңізге. Сәресіне тамақ ішпесе бола ма? Кішкене сүннетті бұзған боласың. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның амалын бұзған боласың. Бірақ ішу керексіз. Белгілеп берген уақытта кеш ауызды ашады. Сол қаншақ дұрыс? Себеп болса бола береді. Себеп бар, причина дейді ғой, айтқанда. Мысалы, тура уақытында ашамайсыз, кейін аша бересің. Сіз отпускаға шығасыз ба дейді. Негізі шықпайды екен, қызметтеміз. Бірақ кейде заңды болу үшін өтініш жазамыз. Бізде налог төлейміз, бізден де есеп бар, сондықтан. Мысалы айтайық, кейде сапарларым болады. Жаңа жазып отырады, Трамптың досысың деп. Сол сияқты Америкаға баратын, басқа да жеке сапарларым болады өзімнің. Сондай кезде қызметте заңдылық болу үшін өтініш жазамыз отпускаға. Мазараттың жанынан өтіп бара жатқанда не сөз айту керек? Алла жарылқасын десең қысқа бола береді. Енді сәлем беріп барып айтасың, ассаламу алейкум аруақтар деп, ассаламу алейкум ахла дияр, немесе ахлал қабр десе болады араб тілінде. Енді араб сөзінің дұғалары өте көп, соның жаңағы білгеніңіз айтасыз, қазақша айта берсең бола береді. Рахималлахул мустақдимина минна мустақирина минкум антум лана салафа нахну лакум қалаф ва инна иншааллаху таала лана ва лакумул афия ва сияқты дұғаларды оқи бересің. Үйлендім, той болды, мешітке барып неке қимадым, үйленгеніме 5 ай болды, бару керек па? Молдан тезірек шақыр үйіңе. Ауыз ашар кезде екі сауап аласың. Молдан үйге бір шақырасың, содан по ходу некемді қиып бересаш, молдаға десеңіз, қиып бересіз, атлеуі имам. Азан оқығанда істің бәрін қойып тыңдау керек па? Жоқ, ондай нәрсе жоқ, бірақ құрмет болса жақсы болады. Кеше аузымды ашқаннан ас қазаным қатты ауырып шықты. Ашсам бола ма дейді. Тойып ішкесің ғой. Палау жеп кеше қанша уақыттан бері біздің асқазанымыз ауырып қапты. Сол сияқты аз-аздап жесем болады. Егер қатты ауырып жатса ашып жібересіз. Аға, мешітте намаз оқығанда үйдегі итім ұлиды. 2 жылдай уақыт болды. Не істесем болады айтыңызшы дейді. Ұлый бере дейді.
ит ұлый береді. Иттің намазға шығыңдар, нағып үйде отырсыңдар, қиямет жақын деп ұлый береді. Итке бәрібір. Ит ол ит қой. Сен аузың жап деп итті тепкілеп ұратындар бар екен, ұрғылап соққылап. Итті босатып жіберсең басылады. Пітірді 50 мың теңге қылып берсе бола ма дейді. Жағдай жоқ қой, күшті болады. Аға сәлеметсіз бе, мұрынға құлаққа капли болады ма? Ауыз берік болса құлаққа болады, мұрынға каплиді абайлау керек. Жұтып қойсаң ораза бұзылады. Ғұсыл дәрет болмаса ораза ұстауға бола ма? Болады. Бастай бер, кейін алып боласың. Нөл бірі 03 күні умраға ұшу керек едік. Алланың қалауыменен ұшпай қалдық дейді. Рейс отмена болды дейді. Енді 16-03 күніне рейс ауыстырылды. Ол күндер мүлден қайсы болып тұр. Қалай кеңес айтасыз дейді. 13-те даже қабылдай ма, қабылдамай ма, Құдай біледі әлі. Әлі мына соғыстың бас аяғы көрінбей жатыр. Сондықтан умра қажылықтың негізгі шарт, қажылықтың жалпы негізгі шарттарының біреу жол амандығы болу керек. Өміріңізге қауіп төнбеу керек. Сен барып Меккеге өліп қалғаннан пайда жоқ бізге. Өмір сүргенің керек бізге. Сондықтан қазір қауіпті болғанда шошаңдамай, дала боран болған кезде құтырмай үйде тыныш отыр дегендей тыныш отырасыздар. Таң намазының уақыты кірді, ауыз бекітетін Астана бойынша. Айтайын деген негізгі мәселе бүгін осы қорытындылап берсем бе деп едім. Мына әйел еркектердің мәселесі. Құрметті қарындастар, кеше әйелдердің құрметі, әйелдерді сыйлау, енді бүгін кішкене тепе-теңдікті ұстап, ер азаматтар да романтик болып, әйелдердің пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям 53 жасында келгенде Айша анаменен әйелімен жүгіріп ойнап, жасы кіші болғаннан кейін сол дәрежеде романтик болған. Сыйлықты дұрыс берген. Сол сияқты дініміз де сіздерге бірақ өтірік нәрсе, 9 жаста қызға үйленіп алды деген өтірік. Ондай арандату сөздерден сенбеңіздер, өтірік сөз. Әйтеуір не керек, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті бойынша да, өміріміз бойынша да әйелге құрмет, әйелдер ер адамына ізет жасап, бір-бірімен бақытты өмір сүру, балаларының бақытты болып, қоғамда өмір сүруіне бірден бір себеп сіздерден болады. Сондықтан үйдегі кейде болады, әйел тыңдамайтын болады, қырсық болады, еркек ашулы болады, еркектің нерві болады, табиғаты болады. Енді соның барлығын түзететін бір күнде түзеліп кетпейді, көш жүре келе түзеледі. Сондықтан да ер азаматтарға да ұрсып айтамыз, әйелдерге дұрыс қараңыздар. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям садақалардың ең үлкені әйел отбасының аузына салған тамағы дейді. Сондықтан бұл коррупция қылып, елді тонап, содан кейін барып қатының аузына, тоқалдың аузына сал деген сөз емес. Бұл жердегі әңгіме адал тамақ сал. Сахабалардың әйелдері айтады екен, біз аштыққа шыдаймыз, бірақ сен біздің аузымызға салған тамағың арам болып, тозаққа шыдамаймыз. Сондықтан біздің аузымызға адал тамақ сал дейді екен. Сондықтан да әйел адам үйде ерінің тілеу қоры болып, тілеушісі болып, ер адам ар-риджалу қауамун ала ниса, еркек адам әйелді басқарады. Басқарады деген сөз ұрып соғып текпілеп, оны аузына ақ ит кіріп көк ит шығып та басқарамайсың. Оны қадірлеп, жақсы сөз сөйлеп, кейбір сөзді өткізіп, кейбір сөзді елемей, сөйтіп өмір сүру міндетіңіз болып табылады. Ал енді үйленіп қойғаннан кейін біреудің әйеліне, біреудің қатынына қызғану харам болып табылады. Әйел еркекке сол ер адам Құдайын тауып, сол Құдайда бекемделіп, иманы қуатты болып, Аллаға жақын болуы жәрдемші болады. Немесе Құдайын білген, Құдайын ұмыттыруға сол жолда машақат, проблема болады. Қайталаймын. Әйел адам еркекке Құдайын тануда, Құдайына иманын күшейтуде, ғибадат қылуында, Алланы тануында жәрдемші бола алады. Немесе тұр, намаз оқы, немесе Аллаға неге оқымадың деп бір-біріне жәрдемші бола алады. Және сол Құдайға сеніп жүрген еркекті шайтан жолына түсіріп жіберуде әйелдің қолында. Бұны қазақ халқы бір-ақ ауыз сөзбен түйіндеп айтқан. Есіктегі басын төрге сүйрейді, төрдегі басын көрге сүйрейді деп бір-ақ сөзбен айтқан. Енді көр деген қабірдің көрі емес, жерде айтылған сөз. Сонымен бірге өмірде Алланың ұмытсаң, сенің себебіңмен өмірдегі мәнін жоғалтса, мейлі еркек мейлі әйел болсын, көрге кірмегенде не нәрсе тірідей. Сондықтан Мәшһүр Жүсіп бабамыздың өзі қыз балаға, яғни болашақ өміріне 5 нәрсе, 5 ғылым, 5 тәрбиелі нәрсе маңызды деп айтады. Біріншісі,
иманы сақтау керек, Алланы тану керек. Екіншісі, жынды қылмай, ұрып соқпай, ақылын таныту керек, ақылын ұстау керек. Одан кейін оның өміріне қауіп төнгізбей, жанын сақтау керек. Одан кейін мал сақтау керек. Осы нәрселерді айтуды бұйырған. Енді ер адам әйеліне мүмкіншілік туғызып беру керек, оны 4 қабырғаға байлап, өзі кешке дейін қаңғып қыдырып, кафелерде жүріп, әйел адам үйде мала емес, құл емес, оның жағдайын туғызу керек, немесе бірге апарып қыдыртып, бірге алып жүріп, сөйту керек. 24 сағат қаңғи беруген дұрыс емес, Дубайға барсаң қайтып келе алмайсың ғой, сондай болып қалуы мүмкін. Екіншісі, әйеліне білім алдыру керек. Неғұрлым қыз бала білімді болса, неғұрлым қыз бала оқыған болса, вообще айтайын дегенім осы жерде, мына оқыған қыздарды бар ғой, оқымаған тупойларға бермеу керек. Өйткені ол білімнің қадірін білмейді. Ілімнің қадірін білмейді, бар білімін жоқ қылып, жынды қылып, есін аударып кетеді семьясымен. Оқыған қыз оқыған жігіттің ғана, яки оқудың, білімнің қадірін білетіннің теңі. Одан кейін адам адал тамақ тауып беру міндетті болады. Еркек адамға әйеліне зұлымдық етпеу керек болады. Одан кейін қатесін түзеткен кезде бір қателігі болады, адам бәрі қателеседі. Сол қателігін түзеткенде прикол ұстамай, мазақтамай, жынына тимей, ар намысын жерге төкпей, қадірлемей, жаңа қадірін түсірмей, әке шешесіне тіл тигізбей, сенің жаңа тұқымың деп, жеті атасы өліп қалған жатыр патырынан айтып кететін жындылар бар. Бұл арсыздық болады. Еркек адам ондай дәрежеге төмен түсуге болмайды. Оның әкесінің, шешесінің несі жоқ, кінәсі жоқ. Енді сен тәрбиеле, саған келді ғой ол. Сол әулеттен шығып саған келді, сен тәрбиеле, ұрмай, соқпай, ар намысына тиіспей. Содан кейін асырағаны міндет қылмау, баққаны міндет қылмау, сөзді таңдап сөйлеу, байқап сөйлеу, ауыз ашқан осы екен деп, жаңағы арына, намысына тигізбеу керек. Содан кейін басқа біреудің қатыныменен әйелдерді, басқа біреудің сол сияқты әйелдерді күйеуін Русланмен, Қайратпен, баяғы жігітіңмен, соседтің байымен салыстырмау керек, одноклассниктермен салыстырмау керек. Сен ана қарашы, одноклассникің мектепте чума болған, бүгін мынандай болып кетті деп еркектің арына, намысына тиіспеңіздер. Әр адамның ырыздығы, нәсібесі әрқилы. Сондықтан осындай дүние бар. Осы жағдайлар ұстау керек. Тура сол сияқты әйел кісілерде еркектің мойнына асылып мезғымау керек, ар намысына тиіспеу керек. Одан кейін барып әке шешесіне құрметпен қараңыз, қолыңыздан келгенше қызметінде болыңыз. Теріңнен шығып кет демейміз, бірақ қолынан келгенше ата-анасын құрметтесең, бұл сізге үлкен ырыстың, берекенің міндеті. Салихалы әйел деген сөз Құранда да, шариғатта да, сүннетте көп келеді, бірақ салихалы әйел деген сөз дана әйел. Ол жерде салиха деген орамал тағып алып отырғанда ғана айтылмайды. Бұл жердегі әңгіме оның тәрбиесі, салихалық даналығы, ақылды өмірге сіңіргендігі. Мәселе осылай. Кейбір кезде әйелдердің де еркектердің ақылы жас келе кіруі мүмкін. Көп адамдар бәрі жас кезінде жастық алып алабұртып, күш алға басқаннан кейін ұмытып қалуы мүмкін. Сезімдер, жастық сезім, қыдыру сезімі, ойнау сезімі алға шығып кетуі мүмкін. Сондықтан оған түсіністікпен қараңыздар. Жаңағы бала кезінен өлгенше жұмыс істеп, өлгенше тірлік істей беріп, ертең бір-біріне қадіріне жетіп, жаңа айтайын дегенім, мына ер азаматтарға да ақшаны тыға беріп, қатынға бермей, балаға бермей, тыға беріп, өлсең де қалады сол дүние. Сондықтан да кейде ел көріп, кейде жер көріп, кейде қыдырып та келу керек шығар. Бітпейтін дүние бітпейді ешқашан. Бірақ енді қазір қыдырудың керегі жоқ. Жан жаққа соғыс болған кезде бүгін естіп алып, ертең кеттік курортқа деп бір жағына шыға алмай жүрмеңіздер, Дубайға барып қайтамай. Сондықтан қазір керегі жоқ. Кішкене басылғаннан кейін бір-біріңізді қыдырып, бір-біріңізді ел көрсетіп, жері көрсетіп, балаларыңызбен бірге қыдырып, сөйтіп тұрыңыздар. Егер баруға шамаң жетпесе, үйдің қасындағы кофейняға апарып, бір кофе ішіп отырыңыздар. Балалармен кейде баласыз да барған жақсы болады. Кофе алып бере алмасаң да, жаңағы чизкейк әпер, онсыз да сен бір былшиып отырса да, бәрібір алып бер бір чизкейкті. Ода тұрған ештеңе жоқ, сен арықтауың керек деп қинама. Сол бір чизкейктен түк болмайды ол. Сол сенің тамағың ысырап болмасын деп, балалардан қалғанды жей беріп семіріп кетті байқұста.
Сондықтан айтайын дегенім, сол нәрселерді бергеніңізді міндет қылмай, жақсы сөз сөйлеп, чай ішкенде, мені көріп отқандар чай ішкенде, бірге чай ішіңіздер. Бірге шай ішіп, қасында отырып, сөзін тыңдап, телефоныңды былай қойып, не болып жатыр өзі, әлем не болып жатыр, екеуің политиканы айтып, мына жағы Монғолия, мына жағы Иранға кіріп кетіп жүрмеңіздер. Енді айтатын нәрсе көп қой өзі. Бірақ айтқан осы екен деп харам жүрген кейбір жігіттер болады. Саған дейін Сандуғашпен жүргем, одан кейін Гүләмен жүргем, одан кейін барып әсемде кетіп қалған ішінде. Осындай болған болса да, күнәдан да ауыр нәрсе сонымен мақтану. Әйтеуір не керек, жақсы сөз сөйлеп, Алладан жақсы сөз тілейтін уақытта тұрсыздар. Дұғаларды көп айтыңыздар. Әйел кісілер әсіресе. Күйеуің жамандап, байыңды жамандағаннан жақсы байын саған ешкім бермейді. Болары болды. Алладан сұраңыздар. Алладан сұра. Құрметті әйел кісілер. Күйеуіңіздің бағы, күйеуіңіздің даналығы, күйеуіңіздің ақылдығы, күйеуіңіздің сені құрметі тек қана дұғамен келеді. Дуалаумен емес, шешең екеуің жабылып дуалавамаңдар бақсы бауырымызда. Жалғыз өз. Сондықтан енді дуалап ап, сен жаға көшіп кетіп кіріп алмасын қойындарыңа. Бірақ мейлі енді, қалай болғанда да, әйтеуір ақша сұрамай өз басын өз сүйреп, ары қарай бауырына бақытты болса бізге керегі сол. Сондықтан Алла баршаңызға риза болсын. Кейде түстен кейін келеді, кейде ақыл жай келеді, кейде уақыт өте келеді, кейде бір таяқ жеп барып келеді. Әркімдікі әртүрлі ғой. Бірақ сол даналық келгенше сіздерден керек, сабырлық керек. Сол сабырлық берсін, жаңағы асыққан жаңағы әйел адам 4 макароны міндет қылмай, еркек адам алып келген ақшасын міндет қылмай, екеуі бір-біріне права. Не үшін бізде ұрыс көп болып жатыр? Өйткені құқық жаттап алғанбыз. Еркектер мен міндеттімін ба? Әйелдер шығады, мен міндеттімін ба тамақ істеуге? Ана естіп алған әйел емізгі болмайды. Баяғыда бір әйел айтатын көрінеді, мен оказывается міндеттемес екем сені бағуға. Мен оказывается тамағын істеуге міндеттемес екенмін деп, жаңағы әйел адам сен шешеңді қарауға міндеттемес екенмін депті. Балаңды емізуге де міндеттемес екенмін, оказывается молда айтыпты депті. Сөйтсе еркек айтады дейді, онда жақсы, онда мен де бір қатынмен қалу міндеттемес екем, онда мен де тамақ пісіретін қатын алайын, онда мені жақсы көріп, менің кірім жуатынды алайын, кір жууға міндеттемес екенсің ғой десе, әйел адам қателігін түсініп, қалжыңдаған ғой, прикол ғой, не болды соншама деп. Сол сияқты приколдар болып қояды сондай, жаңа санамай, міндет қылмай, праваларыңызды кашеттей бермей колонкасын, кішкене кейбір нәрсені үндемей ақ қоя салу керек. Сөз қылмай ақ, сен бүйткенде сөйткенсің деп үйтудің қажеті жоқ. Алла баршаларыңызға риза болсын, өмірлеріңіз берекелді болсын, Алла қолдасын, қорғасын, қазақ аман болсын, мұсылман әлемі тыныш болсын, баршаңызға ырыс берсін. Ассаламу алейкум.